Сәлеметсіздер ме, көрермен, сіздермен бірге Камшат. Менің айтылмайтын әңгіме каналыма қош келдіңіздер. және де бұл жаңа авторлық әңгіме. Күйеуі жоқ әйелді бүкіл ауыл келемеждеді. Бірақ бір күні сол әйелдің есігіне қымбат көлік келіп тоқтағанда бәрі үнсіз қалды. Түркістан облысындағы Қарасай ауылында Айғаным деген әйел тұратын. Жасы 40-тан асса да, ажарынан айырылмаған сабырлы жан еді. Бірақ ауыл адамдары оны аяғансып сөйлегенімен сыртынан мазақ қылатын. Күйеусіз әйелдің күні не болсын? Жалғыз қатынға бәрі қиын ғой. Осындай сөздер күнде айтылатын. Айғаным естімегенсіп жүретін, бірақ жүрегі ауыратын. Күйеуі Ербол 10 жыл бұрын қалаға жұмысқа кетіп, содан қайтпаған. Біреулер басқа әйелге кеткен десе, енді бірі тірі емес дейтін. Бірақ нақтысын ешкім білмейтін. Айғаным 2 баласын өзі өсірді. Ұлы Нұрдәулет колледжде оқиды, қызы Аяла мектепте. Әйел таңнан кешке дейін тігін тігіп, тапқанымен балаларын асырады. Бірақ ауыл адамдары оның еңбегін емес, жалғыз жүргені ғана көретін. Бір күні дүкен алдында көрші әйелдер тағы күліп тұрған. Айғаным үндемей өтіп бара жатқанда, ішіндегі ең сөзшеңі Гүлнәр. «Әй, Айғаным, жалғыз жүруден шаршамадың ба?» деп мысқылдап күлді. Сол сәтте Айғаным тоқтап, алғаш рет оларға тіке қарады. Айғаным дүкен алдындағы әйелдерге ұзақ қарады. Бұрын мұндай сөздерді үнсіз көтеретін, бірақ сол күні жүрегінде жиналған өкпе сыртқа шықты. «Жалғыз әйелді мазақ қылғанша, өз өмірлеріне қарасандаршы», деді баяу ғана. Гүлнәр сасып қалды. Қасындағы әйелдерді үндемей қалды. Айғаным басын тік ұстап, үйіне қарай кетіп бара жатты. Бірақ артынан тағы сыбыр басталды. «Мынау қайдан батыр болып кеткен? Бай тапқан шығар». Айғаным үйге кіргенде қызы Аяла сабағын оқып отыр екен. Ұлы Нұрдәулет кешкі жұмысынан әлі келмепті. «Анашым, көңілің жоқ па?» деді қызы. Айғаным күлімсіреген болды, бірақ қызы анасының көзіндегі мұңды байқап қалды. Сол түні Айғаным ұзақ ұйықтай алмады. Терезеден сыртқа қарап отырды. Неге адамдар жалғыз әйелді әлсіз көреді деген ой маза бермеді. Кенет есік алдына бір көлік келіп тоқтады. Түн ортасында келген көлікті көрген Айғанымның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ауылда бұл уақытта ешкім жүрмейтін. Терезеден қараса, қара түсті қымбат джип тұр екен. Көліктен костюм киген орта жастағы ер адам түсті. Айғаным оны бірден танымады. Әлгі адам есікке жақындап баяу қақты. Айғаным сақтықпен есікті ашты. «Айғаным, мені танымадың ба?» деді ер адам. Даусын естігенде әйелдің өңі өзгеріп кетті. «Самат?» Бұл Ерболдың бұрынғы досы болатын. 10 жыл бұрын күйеуі жоғалғанда Самат та қалаға кетіп қалған еді. «Мен сені көп іздедім», деді ол ауыр күрсініп. «Маған сен туралы маңызды нәрсе айту керек». Айғаным үнсіз тыңдап тұрды. Самат үйге кіріп, дастархан жанына отырды. Біраз үнсіздіктен кейін, «Ербол туралы шындықты айтуға келдім», деді. Сол сәтте Айғанымның қолындағы кесе дірілдеп кетті. Самат үнсіз отырып қалды. Айғанымның жүрегі қысылып бара жатты. «Ербол тірі ме?» деді ол әрең. Самат басын төмен түсірді. «Иә, тірі». Бұл сөзді естігенде Айғаным орнынан тұрып кетті. Көзінен жас шығып кетті. 10 жыл бойы күткен адамы тірі екенін есту оған ауыр тиді. «Онда неге келмеді? Балаларын неге іздемеді?» Самат терең күрсінді. Ербол үлкен қарызға кіріп кеткен. Қалада қиын адамдарға алданып қалды. Кейін сендерді қауіптен қорғау үшін жоғалып кеткендей болды. Бірақ кейін қайта оралуға ұялып жүрді. Айғаным үнсіз жылады. Сол кезде үйге Нұрдәулет кіріп келді. Анасының жылап отырғанын көріп, «Не болды?» деді алаңдап. Самат оған қарап қалды. «Сен әкеңе қатты ұқсайды екенсің». Нұрдәулет аң-таң болды. «Әкем туралы не білесіз?» Үй ішін ауыр тыныштық басты. Нұрдәулет Саматтың әр сөзін мұқият тыңдап отырды. Ол әкесін кішкентайынан тек суреттен ғана көрген.
Ішінде әкем бір күні келеді деген үміт ешқашан өшпеген еді. Әкем қазір қайда? Деді ол сабырмен. Самат біраз ойланып қалды. Алматыда. Ауыр жағдайда жатыр. Айғаным селк ете қалды. Не болған? Денсаулығы нашарлап кеткен. Маған сендерді тауып беруіңді өтінді. Нұрдәулеттің көзіне ашу келді. 10 жыл жоқ болып кетіп, енді есіне түстік пе? Айғаным ұлына қарап. Әкең туралы олай айтпа, деді жай ғана. Бірақ оның өз жүрегі де қақ айырылып тұрған еді. Самат орнынан тұрып. Ертең бірге Алматыға жүріңдер, кеш қалмаңдар, деді. Сыртқа шыққанда ауыл адамдары қара көлікті көріп, терезеден сығалап тұрған. Ал Гүлнар болса, Айғаным бір бай тауып алыпты, деп тағы өсек бастап үлгерді. Ертеңіне таңертең Айғаным балаларын ертіп, Саматпен бірге Алматыға жолға шықты. Ауылдан ұзап бара жатқанда, әйелдің көңілі алай-дүлей болды. Көк жолдан кейін Ерболды көремін деген ой жанын қинап тұрды. Жол бойы ешкім көп сөйлемеді. Нұрдәулет терезеге қарап отырды. Оның ішінде өкпе де сағыныш та бар еді. Алматыға кешке қарай жетті. Самат оларды шағын жеке емханаға алып келді. Ербол осында жатыр, деді. Айғанымның аяғы дірілдеп кетті. Палата есігі ашылғанда төсекте жатқан арық, жүзі сарғайған адамды көрді. Бұл баяғы қуатты Ербол емес еді. Ербол көзін ашып, Айғанымды көргенде жылап жіберді. Кешір мені. Айғаным үнсіз тұрды. 10 жылдық сағыныш пен реніш жүрегінде арпалысып жатты. Сол сәтте Нұрдәулет алға шықты. Бізді неге тастап кеттіңіз, деді ауыр дауыспен. Палата іші тым-тырыс болып қалды. Ербол ұлының көзіне тіке қарай алмады. Мен сендерді тастағым келген жоқ, деді әлсіз үнмен. Нұрдәулет ашуын жасыра алмады. 10 жыл бойы қайда болдыңыз? Анам жалғыз қиналды. Ауылдың бәрі мазақ қылды. Айғаным ұлының ойғына қолын қойды. Бірақ өзі де көз жасын тоқтата алмады. Ербол ауыр күрсінді. Мен біреулерге алданып, көп қарызға баттым. Кейін олар сендерге зиян тигіземіз деп қорқытты. Сондықтан жоғалып кеттім. Бірақ бір хабарласуға болатын еді ғой, деді Айғаным. Ербол үнсіз қалды. Біраз уақыттан кейін дәрігер кіріп келді. Ол Саматты сыртқа шақырды. Самат қайтып келгенде жүзінен уайым байқалды. Ерболға тез арада қымбат ота керек екен. Айғаным селк ете қалды. Өйткені олардың ондай ақша табуға шамасы жоқ еді. Дәрігер айтқан соманы естігенде Айғанымның басы айналып кетті. Мұндай ақшаны ол өмірінде ұстап көрмеген. Нұрдәулет үнсіз төмен қарады. Енді не істейміз, деді аяла жылап. Самат ойланып отырды. Мен қолдан келгенше көмектесемін, бірақ толық жетпейді. Айғаным терең дем алды. Үйді сатамын, деді. Балалары шошып кетті. Анашым, деді Нұрдәулет. Әкең бәрібір сендердің әкелерің, аман қалуы керек. Сол түні Айғаным аурухана дәлізінде жалғыз отырды. Көз алдына ауыл адамдарының мазағы келді. Күйеуі жоқ әйел деген сөздер құлағында жаңғырып тұрды. Бірақ ол ешқашан ешкімге бас имеген еді. Таң ата салысымен ауылға қайтып келді. Үйін сататынын естіген жұрт тағы да сөз қыла бастады. Бай қайтып келіпті, дейді. Ақшасы көп шығар. Тек ешкім Айғанымның ішіндегі қайғыны сезбеді. Айғаным үйін сатуға мәжбүр болса да, балаларына білдірмеуге тырысты. Бірақ ауылда жаңалық тез тарайды. Кешке қарай көршісі Гүлнар келді. Рас па? Үйімді сатқалы жатыр екенсің, деді қызығушылықпен. Айғаным қысқа ғана жауап берді. Иә. Гүлнар үй ішін шолып қарап шықты. Байын келген соң қалаға көшетін шығарсыңдар, ә? Айғаным үндемеді. Оның үндемегені Гүлнәрге ауыр тиді. Бізге де айтпай жүрсің ғой бәрін, деп ренжігенсіп кетті. Сол түні Нұрдәулет анасына келді. Үйді сатпаңыз, мен жұмыс істеймін, ақша табаңыз. Айғаным ұлының маңдайынан сипады. Сен оқуыңды бітір. Мен сендердің болашақтарың үшін бәріне дайынмын. Кенет телефон шырылдады. Самат хабарласып тұр екен.
Айғаным, тез Алматыға кел. Ерболдың жағдайы күрт нашарлап кетті. Айғаным мен Нұрдәулет түн ішінде қайта Алматыға жолға шықты. Жол бойы ешкім сөйлемеді. Айғаным іште дұға оқып отырды. Ауруханаға жеткенде Самат оларды есік алдында күтіп алды. Дәрігерлер ота бүгін болуы керек дейді, деді ол. Айғанымның көзіне жас келді. Ақша дайын емес қой. Самат үнсіз қалды. Сол кезде Нұрдәулет кенет: мен жұмысқа кетемін, оқуды тоқтатамын деді. Жоқ, деді Айғаным бірден. Әкем үшін бір нәрсе істеуім керек. Осы кезде дәрігер шығып келді. Науқас сіздерді сұрап жатыр, деді. Палатаға кіргенде Ербол әлсіреп қалған екен. Ол Айғанымның қолынан ұстап: мен сендерге лайық күйеу, лайық әке бола алмадым, деді. Айғаным үнсіз жылады. Ал Ербол болса күтпеген сөз айтты. Менің сендерден жасырып келген бір құпиям бар. Айғаным мен Нұрдәулет түн ішінде қайта Алматыға жолға шықты. Жол бойы ешкім сөйлемеді. Айғаным іште дұға оқып отырды. Ауруханаға жеткенде Самат оларды есік алдында күтіп алды. Дәрігерлер ота бүгін болуы керек дейді, деді ол. Айғанымның көзіне жас келді. Ақша дайын емес қой. Самат үнсіз қалды. Сол кезде Нұрдәулет кенет: мен жұмысқа кетемін, оқуды тоқтатамын, деді. Жоқ, деді Айғаным бірден. Әкем үшін бір нәрсе істеуім керек. Осы кезде дәрігер шығып келді. Науқас сіздерді сұрап жатыр, деді. Палатаға кіргенде Ербол әлсіреп қалған екен. Ол Айғанымның қолынан ұстап: мен сендерге лайық күйеу, лайық әке бола алмадым, деді. Айғаным үнсіз жылады. Ал Ербол болса күтпеген сөз айтты. Менің сендерден жасырып келген бір құпиям бар. Палата іші тып-тыныш болып қалды. Ербол ауыр дем алып жатты. Айғаным оның жүзіне қарап, жүрегі шымырлап кетті. Қандай құпия, деді жай ғана. Ербол көзін жұмып біраз үнсіз жатты. Кейін әрең сөйледі. Осы жылдары мен бос жүрген жоқпын. Мен сендерге ақша жіберіп тұрдым. Айғаным аң-таң болды. Біз ешқандай ақша алған жоқпыз. Самат та таңы қап қалды. Қалайша? Мен өзім бірнеше рет жібергенім көрдім ғой. Ербол әлсіз қолымен жастық астындағы ескі конвертті көрсетті. Барлық түбіртек осында. Нұрдәулет конвертті ашып қарады. Шынымен де, жыл сайын жіберілген ақша қағаздары бар екен. Бірақ қабылдаушы адамның аты басқа болып шықты. Айғаным селк етті. Бұл Гүлнардың аты ғой. Сол сәтте бәрі үнсіз қалды. Демек, жылдар бойы Ербол жіберген ақшаны біреу жасырып келген еді. Айғаным қолындағы қағаздарға қайта-қайта қарап отырды. Сенер-сенбесін білмеді. Гүлнар, ең жақын көршісі, күнде үйіне кіріп шыққан адам. Нұрдәулеттің ашуы келіп кетті. Сонда ол біздің ақшамызды алып жүрген бе? Самат басын изеді. Мүмкін, поштаға өзі барып алған шығар. Айғанымның жүрегі ауырды. Ол тек ақшаны емес, адамдардың сатқындығын көтере алмай тұрды. Таңертең олар ауылға қайтты. Айғаным бірден Гүлнардың үйіне барды. Гүлнар есікті ашқанда күлімсіреп тұрған. Бірақ Айғанымның жүзін көріп, түсі өзгеріп кетті. Мынау не? Деді Айғаным қағаздарды көрсетіп. Гүлнар үндемей қалды. Неге бізге бермедің? Көрші әйелдің көзі төмен түсті. Маған да қиын болды. Балаларым аш еді, деді ақталып. Нұрдәулет шыдай алмай кетті. Сіз бізді 10 жыл бойы алдап келдіңіз. Ауылдың адамдары жинала бастады. Гүлнардың үйінің алдына ауыл адамдары тез жиналып қалды. Барлығы не болғанын білгісі келді. Айғаным үндемей тұрды. Оның орнына Нұрдәулет бәрін айтып берді. Жұрт аң-таң болды. Сонда Ербол ақша жіберіп тұрған ба? Гүлнар бәрін өзі алып отырғаны ма? Кеше ғана Айғанымды мазақ қылған адамдар енді Гүлнәрге таңырқай қарап тұрды. Гүлнар жылап жіберді. Мен қайтармақ болдым, бірақ қарыз көбейіп кетті. Айғаным оған ұзақ қарады. Бұрын болса айқайлап ренжитін еді, бірақ өмір оны сабырға үйреткен. Сен ақшаны емес, сенімді ұрладың, деді жай ғана. Бұл сөзден кейін бәрі үнсіз қалды.
Сол күні кешке ауыл ішінде әңгіме өзгерді. Айғаным қандай мықты әйел еді. Жалғыз жүрсе де балаларын жеткізді. Бірақ Айғанымға енді ешқандай сөздің керегі жоқ болатын. Оның ойы тек Ерболда еді. Келесі күні ауыл ақсақалдары Гүлнарды шақырып, болған жағдайды талқылады. Ол бәрін мойындады. Жылдар бойы Ербол жіберген ақшаны өз қажетіне жұмсап келген екен. Ауыл адамдары ұялды, өйткені олар шындықты білмей, Айғанымды кінәлап жүрген еді. Сол кеште бірнеше әйел Айғанымның үйіне келді. «Бізді кешір», деді бірі. «Саған ауыр сөз айттық». Айғаным басын изеді. Өткен өтті, бірақ оның жанындағы жара әлі жазылмаған еді. Сол уақытта Саматтан хабар келді. Ерболдың жағдайы тағы қиындап кетті. Айғаным балаларын ертіп қайта Алматыға аттанды. Ауруханаға кіргенде Ерболдың тынысы ауырлап кеткен екен. Ол Айғанымды көріп әлсіз жымиды. «Сен әлі де әдемісің», деді баяу. Айғаным көз жасын тыя алмады. Ал Ербол кенет ұлына қарап, «Нұрдәулет, мен саған бір аманат қалдырамын», деді. Нұрдәулет әкесінің қасына жақындады. Ербол жастық астынан кішкентай кілт шығарды. «Бұл Алматыдағы бір қойманың кілті», деді ол. «Ішінде сендерге қалдырған дүнием бар». Айғаным мен Самат бір-біріне қарады. «Қандай дүние?» деді Нұрдәулет. Ербол әлсіз жымиды. «Мен құрылыста көп жыл жұмыс істедім. Аз-аздан ақша жинадым. Сендердің болашақтарың үшін». Айғаным көзіне жас алды. «Онда неге ертерек келмедің?» «Ұялдым. Кешірім сұрауға батылым жетпеді». Бөлме ішін үнсіздік басты. Келесі күні Нұрдәулет Саматпен бірге қоймаға барды. Ескі ғимараттың ішінде шағын сейф тұр екен. Сейфті ашқанда олардың көзі шарасынан шықты. Ішінде ақша мен құжаттар жатқан. Сонымен бірге Айғанымның атына жазылған пәтер құжаты бар еді. Нұрдәулет көзіне жас алып, «Әкем бізді шынымен ұмытпаған екен», деді. Нұрдәулет қолындағы құжаттарды қайта-қайта қарап шықты. Алматының Жақсы ауданынан 2 бөлмелі пәтер сатып алынған екен. Барлығы Айғанымның атына рәсімделіпті. Самат ауыр күрсінді. Ербол сендерді әрқашан ойлады, бірақ өз қатесін түзетуге кешігіп қалды. Нұрдәулет үнсіз тұрды. Оның әкесіне деген өкпесі біртіндеп азайып келе жатқанда еді. Олар ауруханаға қайта келгенде Айғаным Ерболдың жанында отыр екен. «Біз бәрін көрдік», деді Нұрдәулет. Ерболдың көзіне жас келді. «Сендер жақсы өмір сүрсеңдер болды». Сол сәтте дәрігер кіріп келді. «Жағдайы тұрақсыз, науқасқа тыныштық керек», деді. Айғаным Ерболдың қолын қысып ұстап отырды. Көп жылдан кейін алғаш рет оның жанында отырған еді. Түнде Ербол жай ғана, «Айғаным, мені кешірдің бе?» деп сұрады. Айғаным үнсіз жылады. Түн ұзақ болды. Аурухана терезесінен Алматының шамдары көрініп тұрды. Айғаным Ерболдың жанынан кетпеді. Бір кезде ол баяу ғана сөйледі. «Мен саған қатты ренжідім, бірақ жүрегім сені күткенін тоқтатпады». Ербол көзін жұмып тыңдап жатты. «Мен де сендерді күнде ойладым», деді әлсіз үнмен. Айғаным оның қолын ұстап отырды. Осы сәтте бүкіл өкпе мен реніш жоғалып кеткендей еді. Каң ата Ерболдың жағдайы сәл жақсарды. Дәрігерлер ота жасауға мүмкіндік барын айтты, бірақ тағы да ақша мәселесі шықты. Сол кезде күтпеген жағдай болды. Ауыл адамдары бірігіп көмек жинай бастапты. Тіпті Гүлнар де келіп, «Мен кінәмді жуғым келеді» деп қолындағы алтын сырғасын берді. Айғаным қаңғып қалды. Кеше ғана оны мазақ қылған адамдар енді жанынан табылып жатты. Бір апта ішінде ауыл адамдары қолдан келгенше ақша жинап берді. Бірі мал сатты, бірі азғантай жинағына келді. Айғаным мұндайды күтпеген еді. «Халықтың жүрегі таза ғой», деді ауруханадағы Самат. Ота күні келді. Ерболды операция бөлмесіне алып кеткенде Айғанымның жүрегі аузына тығылды. Нұрдәулет анасының жанында үнсіз отырды.
Сағаттар өте баяу өтті. Ақыры дәрігер шықты. Айғаным орнынан атып тұрды. Қалай өтті? Дәрігер жымиып. Ота сәтті аяқталды. Енді күтім керек. Айғаным көзіне жас алды. Сол күні ол аурухана ауласына шығып, ұзақ аспанға қарады. Ішіндегі ауыр жүк аздап жеңілдегендей болды. Бірақ дәл сол сәтте оған бейтаныс әйел келді. Сіз Айғанымсыз ба? Иә. Әйел төмен қарап тұрып, мен сізден кешірім сұрауға келдім. Мен кезінде Ерболмен бірге тұрған әйелмін, деді. Айғаным қатып қалды. Айғаным әйелге үнсіз қарап тұрды. Оның жасы шамамен 40-тарда екен, жүзі мұңды. Менің атым Ләззат, деді ол жай ғана. Айғаным жүрегінің шымырлағанын сезді, бірақ сабыр сақтады. Не айтқыңыз келеді? Ләззат көз жасын сүртті. Ербол менімен ұзақтырмады. Ол сіздерді ешқашан ұмытқан жоқ. Үнемі балалар туралы айтатын. Кейін қатты өкініп жүрді. Айғаным үнсіз тыңдап тұрды. Мен сіздің орныңызды ешқашан баса алмадым, деді Ләззат. Сондықтан кетіп қалдым. Осы сөздерден кейін Айғанымның ішіндегі соңғы ауыр реніште бәсеңдегендей болды. Өткенді өзгерте алмаймыз, деді ол баяу. Ләззат басын изеп кетіп қалды. Сол күні Айғаным ауруханаға кіргенде Ербол ұйықтап жатыр екен. Ол күйеуінің жүзіне ұзақ қарап отырып қалды. Ерболдың жағдайы біртіндеп жақсара бастады. Дәрігерлер тағы біраз ем қажет екенін айтты. Айғаным күн сайын оның жанында болды. Көп жылдық сағыныш енді ғана тарқап жатқанда еді. Бір күні Ербол балаларын қасына шақырды. Мен сендерге көп нәрсе бере алмадым, бірақ бір өтінішім бар, деді. Нұрдәулет үнсіз тыңдап отырды. Анаңды ешқашан жалғыз қалдырмаңдар, ол өте мықты әйел. Аяла жылап жіберді. Әке, бәрі жақсы болады ғой. Ербол қызын құшағына қысты. Иншалла, қызым. Сол кеште Айғаным аурухана дәлізінде отырған, жанынан Самат келіп отырды. Сен әлі де оны жақсы көресің бе, деді ол. Айғаным біраз ойланып қалды. Кей махаббат жылдар өтсе де өшпейді екен, деді жай ғана. Самат үнсіз басын изеді. Бірнеше аптадан кейін Ербол ауруханадан шықты. Дәрігерлер оған тыныш өмірмен қытым қажет екенін айтты. Айғаным балалармен ақылдасып, Алматтағы пәтерге уақытша көшетін болды. Бұл жаңалық ауылға тез тарады. Кеше ғана Айғанымды аяп, сыртынан күлген адамдар енді мүлде басқа сөйлей бастады. Айғаным қандай сабырлы әйел еді. Осынша қиындықты жалғыз көтерді ғой. Гүлнар де бірнеше рет келіп кешірім сұрады. Айғаным оның бәрін жүрегіне сақтағысы келмеді. Өйткені өмірдің өзі оған ренішпен өмір сүру ауыр екенін үйреткен еді. Алматтағы жаңа пәтерге алғаш кірген күні Аяла қуанып жылап жіберді. Анашым, біздің де өз үйіміз бар. Ербол терезе алдында үнсіз тұрды. Мен сендерге осындай өмірді ертерек сыйлауым керек еді, деді өкініп. Айғаным жай ғана. Бастысы аманбыз, деп жауап берді. Жаңа өмір біртіндеп басталды. Нұрдәулет оқуын қайта жалғастырды. Кешкісін жұмыс істеп анасына көмектесетін. Аяла жаңа мектепке үйреніп кетті. Ал Айғаным болса үйден тігін тігуді қайта бастады. Оның қолынан шыққан көрпелер мен ұлттық киімдерге тапсырыс көбейді. Бір күні көршілердің бірі, сіздің қолыңыз алтын екен, деді сүйсініп. Айғаным алғаш рет өз еңбегі үшін мақтау естіді. Ал Ербол баяу сауығып келе жатты. Бірақ оның жүрегіндегі өкініш әлі кетпеген еді. Кешкі шай үстінде ол кенет балаларға қарап, мен сендердің балалық шақтарыңды көре алмадым, деді мұңайып. Нұрдәулет әкесіне қарап отырды да, ең бітісі қазір жанымыздасыз, деді. Бұл сөз Ербол үшін бәрінен қымбат еді. Сол түні Айғаным ұзақ уақыттан кейін алғаш рет жүрегі тыныш ұйықтады. Көктем келді. Алматы көшелері гүлге тола бастады. Айғанымның өмірі де баяу өзгеріп жатқандай еді. Бір күні Самат қонаққа келді. Ол дастархан басында ұзақ үнсіз отырды. Кейін Айғанымға қарап, сен мықты әйел екенсің. Басқа біреу мұның бәріне шыдамас еді, деді.
Айғаным жымиып қойды. Әйел адам балалар үшін бәріне шыдайды ғой. Самат басын изеді. Оның көзінде ерекше құрмет байқалды. Сол кеште Ербол балконында ұзақ отырды. Айғаным жанына шыққанда ол баяу ғана. Егер өмірді қайта бастауға мүмкіндік болса, бәрін басқаша істер едім, деді. Айғаным үнсіз тыңдады. Бірақ өткенге өкініп өмір сүрме, біз әлі тіріміз, деді ол. Ербол алғаш рет жеңіл күлімсіреді. Сол сәтте үй ішіне Аяланың күлкісі естілді. Ұзақ уақыттан кейін бұл отбасыда шынайы жылулық қайта оралған еді. Жаздың басында Айғаным ауылға қайта баруды шешті. Ол туған жерін сағынған еді. Ауылға келгенде адамдар оны мүлде басқаша қарсы алды. Айғаным келді, қош келдің. Бұрынғыдай мазақ та, өсек те жоқ. Тіпті ауыл әкімдігі оны мерекелік кешке шақырды. Себебі Айғанымның өмірі көп әйелге үлгі болған еді. Кеш барысында ауылдың үлкен әжесі сөз сөйледі. Бұл әйел талай қиындық көрсете сынбады, балаларын жеткізді, адалдығын сақтады, деді. Айғанымның көзіне жас келді. Бір кезде Гүлнәр де келді. Мені кешіргеніне рахмет, деді ол. Айғаным оны құшақтап алды. Өйткені ол жүрегіндегі барлық ауырлықтан арылғысы келетін. Кеш соңында Ербол сахна сыртында тұрып Айғанымға ұзақ қарады. Ол әйелін бұрынғыдан да қатты құрметтейтінін түсінді. Күздің бір тыныш кеші еді. Айғаным аулада шай құйып отырды. Қасында Ербол, балалары және немере сүйетін күнді армандаған бақытты отбасы бар. Өмір оларды қатты сынады. Бірақ сол сынақ олардың жүрегін одан сайын жақындатқан еді. Ербол Айғанымға қарап, «Сен менің өмірімдегі ең мықты адамсың», деді. Айғаным күлімсіреді. Барлық әйел мықты болады, тек оны бағалай білу керек. Нұрдәулет анасына сүйсініп қарады. Ол болашақта анасы сияқты сабырлы болуды армандады. Ал Аяла анасының иығына басын қойып отырды. Бір кезде Айғаным аспанға қарап, терең дем алды. Кеше ғана күйеуі жоқ әйел деп мазақ қылған ауыл бүгін оны құрметтейтін. Бірақ Айғаным үшін ең үлкен жеңіс адамдардың сөзі емес еді. Ең үлкен жеңіс жүрегінің сынбай қалғаны болатын. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып подписка жасаңыз. Алдағы уақытта тағы да өмірден алынған әсерлі әңгімелер жарияланады.